ешқашан жетпейді. Vanguard'ты құрған 2019 жылы қайтыс болған Джон Богл бірде ақша жайлы біздің ойымызға келе бермейтін бір оқиғаны баяндап берді. Миллиардерлердің шелтер аралығындағы сауық кешінде Курт Воннегут жолдасы Жозеф Хеллерге хедж қорын басқаратын өзінің қожайыны Хеллердің атақты Айла 22 кітабының жылдар бойы сатылғандығы құнынан әлде қайда мол ақшаны бір-ақ күнде тапқанын айтып қалады. Хеллер болса, бірақ менде оның қолы ешқашан жетпейтін бір нәрсе бар. Қанағат деп жауап береді. Қанағат? Мен осы бір ауыз сөздің кереметіне қатты таңғалдым. Мені сонша таңғалдырған екі нәрсенің біріншісі, өмір маған талай сый ұсынды. Екіншісі, Джозеф Хеллер айтуындай-ақ айтты. Біздің қоғамның аса бір маңызды бөлігінің өзі, тіпті арамыздағы ең бай әрі ықпалды адамдарда бүгінде жеткілікті деген сөзді жиі айта бермейді. Бұл ғибраты мол мысал. Қанағатсыздықтың жеткілікті деген сөзді ұмытудың қаупі және бұлардан қандай тәлім алатынымыз жайлы екі мысал ұсынайын. Раджат Гупта Колкатада дүниеге келген. Жасөспірім шағында жетім қалған. Үшінші әлем елдерінде өмірге келген кейбір адамдардың артықшылығы бар екенін жұрт жиі айтады. Гупта тіпті бейсбол стадионында көрмеген. Алайда оның жеткен жетістігі адам таңғаларлық. 40 жасында Гупта әлемдегі айтулы консалтинг фирмасының бас директоры болды. 2007 жылы Біріккен ұлттар ұйымы мен бүкіл әлемдік экономикалық форумда жұмыс істеу үшін ол өз жұмысынан кетті. Билл Гейтспен бірге қайырымдылық шараларына қатысты. 5 халықтық компанияның директорлар кеңесінің құрамына кірді. Колкатаның кедей түкпірінен келген Гупта көзі тірі ең табысты бизнесменнің біріне айналып шыға келді. Оның табысымен бірге ағыл-тегіл байлық келді. 2018 жылы Гуптаның дәулеті $100 миллион деп бағаланды. Көп адам үшін бұл қол жетпес қомақты ақша. Мұндайда ақшаның жылдық 5% кірісі сағатына $600 жуық пайда әкеледі. Ал бір күнде 24 сағат бар. Ол өмірде қалаған нәрсесін істей алатын еді. Алайда ол жай ғана 100 миллион қаражаты бар бай болып қалғысы келмеді. Раджат Гупта миллиардер болуды армандады. Қатты армандады. Гупта Goldman Sachs директорлар кеңесінің құрамында болды. Айналасы толған әлемдегі ең бай инвесторлар еді. Қомақты инвестиция салатын магнаттардың алатын ақысы жайлы сөз еткенде бір инвестор Гупта жайлы былай деген. Меніңше ол осы ортада болғысы келеді, осы миллиардерлердің ортасында. Солай ма? Голдман жүздеген миллиондардың ортасы емес пе? Дұрыс. Сонымен Гупта пайда түсіретін жұмыс тауып алды. 2008 жылы Goldman Sachs қаржы дағдарысына тап болады. Уоррен Баффет банкты аман алып қалу үшін $5 миллиард инвестиция салмақ болды. Goldmanның директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Гупта бұл келісімнен хабардар болды. Бұл өте құнды ақпарат еді. Goldmanның аман қалуы екіталай болғанымен, Баффеттің қолдау көрсетуі банк акциясының құнын шарықтатып жіберері анық. Дайындалып жатқан келісім жайлы білгеннен кейін 16 секундтан соң Гупта телефон тұтқасын қоя салып, Раджартнам деген хедж қормен айналысатын менеджерге хабарласты. Таспаға жазылмаса да, әңгіменің не жайында болғанын сезген шығарсың. Раджарантам бірден Goldman Sachs банкының 175 мың акциясын сатып алды. Баффет пен Голдман арасындағы келісім бірнеше сағаттан соң көпшілікке жария болды. Голдманның акциясы күрт қымбаттады. Раджарантам әп-сәтте $1 миллион пайда тапты. Бұл болжамды трендтердің бір мысалы ғана. Сетстің айтуынша Гуптаның инсайдерлік кеңестері 17 миллион пайда әкелді. Бұл жеңіл жолмен келген ақша еді, ал прокурорлар үшін бұл істі тергеу еш қиындық туғызған жоқ.
Гупта мен Раджарантамның екеуі де инсайдерлік сауда үшін түрмеге түсті. Мансабы мен беделі қалпына келместей болып күйреді. Ал енді Берни Медоффтың оқиғасын алып қарайық. Оның қылмысын елдің бәрі біледі. Медофф Чарльз Понзи құрған Понзи схемасы атты қаржы пирамидасы арқылы талайды алдаған әйгілі алаяқ. Медофф 20 жыл бойы инвесторларды алдап келген. Тағдырдың тәлкегі дегенді қойсаңшы, оның қылмысы Гуптаның заңсыз әрекетінен кейін бірнеше аптадан соң ашылды. Еленбей қалған бір жағдай, Медофф та Гупта секілді жай ғана алаяқ болған жоқ. Понзи схемасын қолданғанға дейін Медоффтың өте табысты заңды бизнесмен деген атағы шыққан болатын. Медофф маркетмейкер болды. Оның жұмысы сатып алушылар және акция сатушылардың біріктіретін сол істің білгірі еді. The Wall Street Journal Медоффтың 1992 жылғы маркетмейкінің фирмаларын былай сипаттайды. Ол Бернард Л. Мадож Invest and Securities деген бигбордтың акцияларымен өте көп келісімдер жасайтын. Құнды қағаздармен жұмыс істейтін кірісі мол фирма құрды. Медоффтың фирмасы электронды түрде өткізетін келісімдердің бір күндік орташа көлемі $740 миллион. Бұл Нью-Йорк биржаларының 9%. Медофф мырзаның фирмасы келісімдерді жылдам әрі арзан жасағаны сонша, акциялардың көбі сату мен сатып алу бағаларының арасындағы айырмадан пайда көре отырып клиенттерінің өтініш орындағаны үшін басқа брокер фирмаларға пенни ғана төлейді. Журналист әлі де тексеруді қажет ететін алаяқтық дұрыс сипаттай алмай тұрған жоқ. Медоффтың маркетмейкинг бизнесі заңды болған. Фирманың бұрынғы қызметкері Медоффтың маркетмейкинг бизнесі жылына $25 миллион мен $50 миллион арасында пайда тапқанын айтқан. Берни Медоффтың заңды алаяқтықтан алыс бизнес үлкен табыстың көзі болды. Ол мұны мол байлыққа кенелтті. Десе де онысы алаяқтық еді. Гуптаға да, Медоффқа да қоятын сұрағымыз, $100 миллион дәулеті бар адам бола тұра ақшаға көзсіз құнығып, көбірек пайда табу үшін неліктен тәуекелге барды деген мәнді болу керек. Тапқан таянғаны түкке жетпей, өлместің күнін көріп жүрген біреу қылмыс жасаса, оның жөні бөлек. Нигериялық әккі алаяқ бірде The New York Times газетінде басқа адамдарға зиян келтірген үшін өзін кінәлі сезінетінін, бірақ кедейліктің кесірінен алаяқтық ауруы жанына батпайтынын жазған. Ал Гупта мен Медоффтың істеген істері басқа нәрсе. Оларда қыруар байлық, атақ, абырой, билік, еркіндік болды. Олар болған үстіне бола түскенін қалап, осының бәрінен айырылды. Оларда қанағат, осы да жеткілікті деген сезім болмады. Бұл ерекше мысалдар, бірақ мұндай мінез құлықтың қылмысқа жатпайтын түрі де бар. Long Term Capital Management хедж қоры ондаған $100 миллион бар сатушылардың басын қосқан. Оның үстіне олардың дәулетінің көбі өздерінің қорлары арқылы артып отырған. Содан кейін олар байығанның үстіне байы түспек болып, ақыры 1998 жылы әйгілі бұқа нарығы күш алып тұрған кезде тарихтағы ең күшті экономика дүрілдеп тұрған шақта бәрінен айырылды. Кейінірек Уоррен Баффет былай деді: өздерінде болмаған, бірақ оған соншалықты мұқтаж емес ақшаны табамын деп, олар қолдарындағы азын аулақ ақшаларын тәуекелге тікті. Бұл ақымақтық. Жай ғана ақымақтық. Егер өзің үшін аса маңызды емес, өте маңызды нәрсені тәуекелге тігер болсаң, оның түк те мән мағынасы жоқ. Қолыңдағы барды және өзіңе керек нәрсені қолыңда жоқ әрі соншалықты мұқтаж емес нәрсе үшін тәуекелге тігудің қажеті жоқ. Бұл қалай анық болса, соншалықты елеусіз қалған нәрселердің бірі. Арамызда Гупта немесе Медофф секілді $100 миллион ұстайтын адам бірен-саран ғана шығар.
Алайда осы кітапты оқып отырған жандардың біразы өмірінің бір кезеңінде еңбекақы алады, немесе өз мұқтаждықтарына жұмсап, өзіне керек біраз дүниелеріне қол жеткізе алатындай ақшасы бар. Егер солардың бірі болсаң, мына бір нәрселерді есіңе сақта. Ең қиын қаржы дағдысы жетістікке жету жолын қиындатпау. Бірақ ол ең маңызды дағдының бірі. Егер болжамдар нәтижелермен бірге арта беретін болса, онда керек нәрсеге ұмтылудың ешқандай қисыны жоқ. Себебі сен артық талпынып тура сол сезімді ғана сезінесің. Бұл көбірек нәрсені, көбірек ақшаны, көбірек билікті, көбірек атақ абыройды қалау адамның мейманасын тасытып, қанағаттану сезімін тұншықтырып тастаса, қауіпті бола бастайды. Бұл жағдайда бір қадам алға жылжу жетістікке жету жолының қиындығын екі қадам алға жылжытып жібереді. Өзіңді елдің соңында қалғандай сезініп жіберіп, алған нәрсені көбірек, барынша көбірек қамтып қалуға тәуекел етумен-ақ шаршайсың. Қазіргі капитализм екі нәрседе байлық жинау мен қызғаныш тудыруда жақсы. Бәлкім екеуі қатар жүрер. Қатарластарының алды болсам деген қалау ауыр еңбектің қызып тұрған көрігі болуы мүмкін. Әйтсе де, өмір қанағат сезімінсіз, қанағат деген жарқын ойсыз түк қызық емес. Бақыт бар болғаны еш нәрсені күтпеудің нәтижесі деседі. Мұндағы проблема әлеуметтік салыстыру. Жылына $500,000 табатын мансап жолын енді ғана бастаған бейсболшыны қарастырайық. Қалай алып қарасақ та ол бай. Ал енді ол алаңда жүргеніне 12 жыл болған, құны $430 миллион келісім шартпен жұмыс істейтін Майк Траутпен бір командада ойнасын делік. Салыстырып қарасақ, жаңадан келген ойыншыда көк тиын жоқ болып шығады. Олай болса, Майк Траут туралы ойлайық. Жылына 36 миллион деген сұмдық ақша ғой. Бірақ 2018 жылы ең көп ақы алатын хедж қор менеджерлерінің алғашқы ондығына кіру үшін жылына кем дегенде 340 миллион қаржың болуға тиіс. Траут секілді адамдар өз табысын осындай жандармен салыстыра алады. Ал жылына $340 миллион табатын хедж қор менеджері өзін жылына $770 миллион кем емес пайда табатын ең үздік 5 менеджермен салыстырады. Осы 5 топ менеджер өздерін 2018 жылы жеке басының дәулеті $3,5 миллиард болған Уоррен Баффетпен салыстыруына болады. Ал Баффет секілді жандар өздерін 2018 жылы меншік капиталы $24 миллиард артқан Джефф Безоспен салыстырып көрсе болады. Сонда әлгі бай бейсболшының бір жылда әрең тапқан ақшасын Джефф Безос бірнеше сағатта-ақ тауып тұр деген сөз. Әлеуметтік салыстыру деңгейінің биік болғаны сонша, ешкім ешқашан оған жетіп көрмеген. Бұл оның ешкім жеңбейтін шайқас екенін, немесе жеңудің жалғыз жолы әу баста-ақ ешкіммен тайталаспай, жиған тергенің айналаңдағы басқа адамдардікіне қарағанда азырақ болса да, соған қанағат ететініңді мойындауды білдіреді. Досым, жыл сайын Лас-Вегасқа барып қайтады. Бір жылы ол дилерден қандай ойынды ойнайсың, қандай казиноларға барасың деп сұрапты. Сөйтсе, дилер сабырлы, суық қалпынан танбай былай деп жауап берген. Лас-Вегас казиносында жеңіске жетудің жалғыз жолы кіре салып шығып кету. Басқа адамдардың байлығынан кем қалмайын деп жанықтыратын ойын да тура осылай жұмыс істейді. Жеткілікті деген өте аз деген сөз емес. Жеткілікті болатындай нәрсеге ие болу идеясы жаңа мүмкіндіктер мен болашақ әлеуетті кейінге ысыра беретін консерватизм секілді көрінуі мүмкін. Бұл дұрыс деп ойламаймын. Жеткілікті нәрсені жетпейді деп асыну, құныққан үстіне құнығу өкінішке қалдырады. Қанша тамақ жей алатыныңды анықтаудың жалғыз жолы жүрегің айнығанша тамақ жеу. Мұны істеуге аздаған адамның ғана батылы жетеді. Себебі құсу, тойып тамақ жеуден жаман. Неге екені дәл осы логика бизнес пен инвестициялауда қаперге алынбайды. Көп адам тығырыққа тірелгенде немесе
басқа амалы қалмағанда ғана аспандағы айға қол созуды қояды. Бұл жұмыстан қажу немесе шаман келмейтіндей мөлшерде қаражат салу сияқты әрекет болып көрінуі мүмкін. Алайда әлемде алмақтың да салмағы бар екеніне қарамастан, ұрлыққа жүгіретін Раджат Гуптас пен Берни Медов секілді адамдар да бар. Қалай болғанда да әр доллардың әлеуетін жете бағалай алмау ақыр соңында түбіңе жетеді. Пайдаға кенелуің мүмкін болса, еш қашан тәуекелге баруға болмайтын нәрселер бар. Түрмеден шыға салғаннан кейін Раджат Гупта The New York Times газетіне басынан өткен оқиғадан қандай сабақ алғанын айтып берді. Ештеңеге атақ абыройға, жетістіктеріңе немесе басқа нәрсеге байланып қалма. Қазір олардың соншалықты мәні бар ма деп те ойлаймын. Иә, бұл нәрсе мені абыройдан жұрда етті. Абыройымды бәрінен жоғары қойған жағдайға қазір жаным тыншымас еді. Бұл оның өз тәжірибесінен алған ең нашар сабағы. Маған бұл барынан айырылып қалғанын білсе де, абыройын өлермендікпен қайтарып алғысы келетін адамның өзін өзі ақтауына ұқсайтындай көрініп еді. Абырой бәрінен де биік. Еркіндік пен тәуелсіздікке ештеңе жетпейді. Отбасы мен достар баға жетпес байлық. Сүйген адамыңның сүйіктісіне айналу да бір бақыт. Бақыт та байлық. Осыларды сақтап қалудың ең жақсы әдісі өзіңе зиян келтіретінін білген сәтте тәуекел етуді доғару керегін білу. Өзіңде барыңның өзіңе жететінін білу, қанағат ету. Жақсы бір жаңалығым. Жеткілікті деген ойды қалыптастыруға қажет ең күшті құрал таңғаларлық қарапайым және осы нәрселердің бірде-біреуіне зиян келтіретіндей тәуекелді талап етпейді. Келесі тарау сол жайында.